бір күні отырып Астанаға барғымыз келіп кетіп, 2:30-да жолға шығып, Астанаға аттандық. Сол туралы влогымызды көріңіздер. Ең алдымен мені ЛРТ, знаменитый коррупцияның ескерткіші. Сосын біз бірінші тамақ жеп алдық. Узбечка деген жерге келдік. Порции нормальные, цены нормальные, в принципе нормально. Потом океанариумға бардық. Өте көп балықтарды көрдік. Ең соңғы рет 2018 жылы болғанбыз. Содан бері уже баламызбен қайтып келдік. 2018 жылы маған предложение жасаған болатын Нұртай. Ал енді баламызбен келдік. 3 жасар қызымыз бар. Океанариумға кіруге 4 взрослый 2 балаға 23 мың шықты. Содан кейін біз үйге қайттық. Жалпы Астанаға барған поездкамыз бізге өте ұнады. Келесі жолы көбірек уақытқа қаламыз деп шештік. Ағара дөңгелек circle. Какой мешает? Вот. Надо двигается сюда. Немо и это Дори. Дори недовольное лицо, смотри. Спасибо. Он его ребенок. Явно не үлкен тасбақа. Шар, акула. Вот такая большая. Аграрда. Акула. Акула, у стуля больше нету у кого. Да не, я кажется. У них зубы же спрятаны. Пец красиво. Смотри. Вау. Вон у него зубы. Это белая акула. Еще она опасная считается, да? Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Лайк басып, подписаться етіңіздер.